қайырлы күн. Бүгін мен Сайл Хоум төсек және матрас өндірісіндемін. Сол жақта үлкен бір мынандай міндет болып тұр. Мына ағашқа, мына ДВП-ны көп жағдайда бұл кісілер, шеберлер ДВП-ға немен степлер шегемен шегелеп шығады да, сонымен ол қалады. Сапаға толыққанды 100% кепілдік беру үшін, жақсы қызмет ету үшін тағы да қосымша сұйық шегелерді қарастырмақшы. Міне GNS 711 сұйық шегесі осындай ағаш, керамика басқасына арналған. Не қазір осыны сынап көреміз. Не, өте сұйық, толыққанды мөлдір, прозрачный, яғни көзге көрінбейді. Сосын тағы бір артықшылық, GNS 711-де денсаулыққа, өкпеге формальдегид бөлмейді деген сертификат бар. Яғни мұрынға келсек, тек қана растворительдің сәл-пәл иісі бар, бірақ қатты мүңкитін иісі жоқ. Бұл өте маңызды, жұмыс күнде істейтін адам үшін, себебі өкпесіне басқасына зиян тиюі мүмкін. Зигзаг формасында жауып шығады. Біздің ДВП қазір көрініп тұр. Аха. Ауыстырамыз. 711-дің сұйық шегелерінің бір артықшылығы, ода корректировка, реттеу уақыты өте жоғары. Яғни мысалға ананы қойғаннан кейін бамбук басқасы болсын, қисық болып қалса басқасы болса, 7 минуттың ішінде, тіпті одан да көп уақытта қозғалтып ырғап орнына келтіруге болады. Міне бір жапсырдық, бұл өз тіпті қалдырып кетуге болады, 24 сағат толыққанды кебеді, бірақ егер бізге бұны тезірек кебуін қаласақ, тезірек қатуын қысқа мерзімде, онда біз оны ашып жауып әдісін қолданамыз. Міне қазір бір ашамыз. Байқайсыздар, мынау талшықтар бөлініп жатыр. Бұл талшықтар осы клейдің негізгі андай нағыз натурал синтетикалық каучуктың элементтері, яғни өстіп ауа кіргіземіз, қайтадан жабамыз. Бұл өте керемет. Кереметтегі бұйырса бұл сынақ ары қарай осыны қолданатын боламыз.